Ерлан Орынбасаров ағамыз. Қошеметтеріңіз болсын, және де Баян Нұрмышева. Дәл осы студияда қошеметтеп қол соққан қойыңыздар. Қош келдіңіз студиямызға. Жайғасып отырыңыздар. Ай, бәрекелді. Сіздің жолыңызды маған берсін. Менің де бір әйелім бар, жарым бар, осындай. Менің қызыл шайым. Мүмкін мен қиып берірім. Жоқ, менің уже опытым бар, апай. Мен келген қонақтарға өзім қолымнан шай. Дәм татыңыз, қалай көріңіз. Ыстық шай негізі. Бол шығып тұр, көріңіз бе? Алып қойыңыз. Қалай, жақсы ма? Ай, шіркін-ай, қазақтың шайы. 7-ші арнаның шайы деп бір мақтап жіберіңізші. Не деген шай? 7-ші арнаның шайы. Қазір бір-екі кесе ішсем тағы да маңдайымнан тер шығып, денем қызып, өлең айтқым кеп, Баянды үйде қалдырып кетіп, өзім кетіп қалдым кеп. Не деген шай? Бізбен бірге болыңыздар. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бірге айттыңыздар ғой, қош келдіңіздер. Біз бәрін бірге істейміз десең. Не деген түспеншілігі, шығармашылықта қандай жаңалық бар? Айтып кетсеңіз. Биылғы жыл бізде жаңа бейнебаян түсірдік, дуэттік әндер жазып жатырмыз. Сол бағытта көбірек жұмыс жасаймыз қазір. Осындай жаңалықтарымыз. Енді бұл да біз үшін шығармашылығымыздағы бір тың жаңалықтардың бірі шығар деп ойлаймын. Баян гитарасын ауыстырған қазір кішкене. Ерланға ауыстырғам қазір гитарамды. Костюм шалбар киіп алған, ақ көйлек киген гитара жүреді қасында. Баянды таңғы 5-те де оятсаң, гитарамен айта береді. Енді Баян ол гитараны 5 жасынан бастап қасына серік еткен. 5 жасынан бастап. Ол балаларыңыз қалай? Жақсы ма? Назарали деген ұлымыз бар. Өте ақылды, қылықтарымен тәтті, заманынан қалмайтын бала. Оны айтып атқан себебім өзінің Instagram парақшасы бар. Нешеде балаңыз қазір? 1 жарым. 1 жас 4 айға енді толады. 1 жас 4 ай. Өзін-өзі былай селфиға түсіреді. Қанша оқырмандар бар балаңызда? 15.000-нан астам. 15.000-нан астам. Оқырманы бар. Оқырмандары көбейе берсін. Енді жаңағын айттым ғой, біздің студиямызда міне көресіздер, домбыра бар, гитара бар. Соны қазір қолыма алайын. Сынап көріңіз. Сынап көріңіз. Жақсы гитара ма? Жақсы гитара ғой. Баян ханым, маған негізі ең қызығы, сіз айттыңыз жаңа эфирдің басында 5 жасынан бастап ойнайым дедіңіз, е? Сол 5 жасыңыздағы алғашқы бір жаңағы үйренген бір, енді бұлай тарта бересің ғой. Ал мынандай аккордтарға келген кезде тарту қиынырақ, сондықтан мен басында отыратымын бұлай. Дауысы шықпайды. Сосын алтынан шығарам деймді бұлай тартамын ғой. Осылай басып, өзін тауып аламын да, содан кейін бұлай ауыстырып, осылай тартып кеткен болатын ең алғашында. Мүмкін жаңа репертуардан бір ән шырқап берсеңіз гитарамен. Рұқсат па? Айтамыз. Құрметті көрермендер, қошеметтеріңіз болсын. Шапалақты аямаңыздар. Дәл біздің студияда шәй-шек бағдарламасында қазір Ерлан ағамыз бенен Баян ханым өзінің бір репертуарынан жаңа ән ұсынбақ. Қабылдаңыздар. Сезім жалын, бөлеп жалындан, қоңыр күздің бағын, жайнап жалындан, жүрші бірге жаным, 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 жүрек тапқан шешімін, көңілімде жоқтай жалыннан, үміт гүлім ұшты бағынан, алыс кетсем сені сағынам. Айлы түндерде жұлдыз үміт тағып жүрдік біз бірге. Дауыстарыңызды сағындық қой біз негізі керек. Қошеметтеріңіз болсын.
Енді бір-бірлеріңізді ыммен білесіздер, иә, жаңағы тәртен тұрғанда ашуланған мінезі болсын, көңілді мінезі болсын, бірден түсінесіздер, иә? Бірден. Қазір қызық болсын, бір-бірлеріңізді жақсы білсеңіздер, ыммен түсінсеңіздер, қазір дәл осы студияға біз бір ойын ойнаймыз. Арнайы студиямызға бір зат алып келеді. Қошеметтеріңіз болсын. Ойынның аты I love you деп аталады. I love you деп аталады. Ойынның аты I love you деп аталады. Ой, рахмет. Өзім шығардым және атын I love you деп. Мына қайсысын таңдайсыз? 4 бұрышты ма, дөңгелекті ма? Өзіңіз таңдаңыз, Баян ханым. Ақты таңдайсыз. Ақ, 4 бұрышты зат таңдайсыз, міне. Онда сіздікі мынау. Ойынның шарты. Міне, Баян ханым, ашасыз сіздегі затты сөзбен емес, қимылменен түсіндіресіз. Ерлан мырза жауабын табу керек, түсіндікті ғой. Қолыңызға ала қойыңыз, ал. Енді түсіндіруге тырысыңыз. Мен өзімді білмей тұрмын не екен. Ема, кәдімгі жұмсақ ойыншық. Ойыншық емес. Мен қазір біздің көрермендерге түсінікті болу үшін сіз түсіндіре беріңіз. Сіз қарамаңыз. Тер сияқты ма ататын? Жоқ. Сіз қарамаңыз, айта беріңіз. Қарамаңыз. Домалақ. Анандай ғой. Қара. Лабиринт сияқты бір ойыншық сондай ма? Түсінбедім, қара, домалақ. Не түсіндіріп атсыз? Қинамай қойық, бұл резиновый диск мұне. Бәсе, пластинка деп. Мен енді бұны өзімде түсінбей отырғым деген. Пластинка десе? Сол пластинканы, сол бетіңа... Қышық деп айтпайсың, оны ізінде. Фу, қышық дегенде сразу түсіне болса едіңіз, е? Ал, енді сіздің кезегіңіз ашыңыз. Ал, өшімді болсам десеңді. Қарап алыңыз. Ойыншықтардың бәрі. Жаныңызға барайын, е. Аты бір түсініксіз. Мен қазір көрсетейін көрермендерге. Жоқ, мен мұн жаққа барып көрсетейін қазір, көріп қойасыз әйтпесе. Шырша ма? 5 жұлдыз. Жұлдыз кәдімгі, аспандағы жұлдыз. Дің ойыншық түрі ма? Бол ма? Дұрыс па? Жұлдыздың ойыншық түрі. Дұрыс қой, дұрыс таптыңыз. 1-0. Береке. Жеңіліп жатсыз. Енді сіздің жолыңыз, сіздің кезегіңіз. Енді ол түсінікті мені. Көрсетіп қойын. Нема, перец па, қызыл перец па? Қалай түсіндірдіңіз, көрсетіңізші? Қалай ол мұны қызыл перец деген бұл? Ашы ғой енді. Ашы ғой. Міне, дұрыс таптыңыз. Дұрыс. Әзірше 1-1. Енді соңғы зат. Қарап алыңыз. Әкеліңіз маған. Біз үйге алғамыз мұндай. Люстра. Не ғой, споттар ма? Дұрыс па? Дұрыс. Не деп аталады мынау? Спот. Лампочка. Сонымен 2-1 ма, 1-1 ма? Қанша болды? 2-1. Мен жеңіліп қалдым. Сіз жеңіліп қалдыңыз. Қошеметтеріңіз болсын, бәрекелді, рахмет. Енді біздің негізі өзіміздің тұрақты айдарымыз бар, караоке деген. Бір кез келген әнді таңдап, дәл осы студиямыздың ортасына шығып, бір ән айтып берсеңіз. Қошеметтеріңіз болсын, сахна төрі өзіңіздікі, караоке айдары. Айтпай қалай жай табам
Қошеметтеріңіз болсын. Рахмет. Ду қол шапалақ. Жайғасайық. Дастархан басына келіңіздер. Жанкүйерлеріңізді, фанаттарыңызды қандай жаңалықпен қуантасыз? Соны айтып кетсеңіз. Баян екеміз әрқашан лирикаға, махаббатқа толы әндерді жиі жазып жүрміз. Соның бірі жүрегім деп аталады, яғни дуэттік ән. Одан бөлек ойла деген ән бар, жаным деген ән бар, біз біргеміз деген ән бар. Жалпы әндер көп. Алла қаласа, тек қана жаңа әндермен өзіміздің жанкүйерлерімізді қуантамыз деген ойдамыз. Күтіңіздер. Бәрекелді. Келгендеріңізге рахмет, алғысымызды білдіреміз. Иіліп тұрып бір сәлеммен сіздерге. Рахмет. Рұқсат болса, сахна төр өздеріңізді. Ду қол шапалақ. Жүргейсің алаңдамай, келемін көп ұзамай.